Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге десерт жасайтын боламыз. Испандық чизкейк Сан Себастьян. Бізге керек заттар 670 грамм творожный сыр, 200 грамм қант, 4 жұмыртқа, 33% 330 мл сливки, 20 грамм ұн және ванилин керек. Ыдысқа творожный сыр мен сахарды салып, бір келкі массаға келтіреміз. Міне бізде осындай қою біркелкі масса шықты. Енді үстінен жұмыртқаларымызды жарып саламыз. Мінекей жұмыртқаны да жақсылап араластырып алдық. Енді 33 немесе 35% сливкемізді құямыз. Міндетті түрде 33%-дан кем болмау керек. Одан кейін 20 грамм ұнымызды салып, оны да жақсылап біртекті массаға дейін араластырамыз. Мінекей бізде осындай масса шықты. Енді формамызды дайындаймыз. Форманың диаметрі 20 см. Ең астына фольганы төседім күйіп кетпес үшін. Одан кейін пергаменттерді шетін шығарып қойып жаямыз. Массаны формаға құямыз, одан кейін қағып жібереміз. Сонда ауа көпшіліктері болмайды. Форманы алдын ала 200-210 градуста қыздырылған пешке 40-45 минутқа саламыз. Міне бізде осындай өте әдемі испандық чизкейкіміз дайын болды. Енді чизкейкті бөлме температурасында кішкене суытып, одан кейін холодильникке 3-4 сағатқа сап қоясыз. Міне арадан 3 сағат өтті, чизкейкімізді ашып көрейік. Мінекей чизкейкіміздің асты осылай біртекті болып шықты фольганың арқасында. Ал енді мен сіздерге чизкейкті кесіп көрсетейін. Өте жұмсақ, хош иіс аңқып тұр. Міне бізде ресторандағыдай чизкейк шықты. Бұрын көріп таң қалатынмын қалай жасалады деп, енді үнемі үй жағдайында жасайтын боламын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк қойып, коммент қалдыруды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын. Каналдағы жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін колокольчикті басып қойыңыз. Келесі кездескенше.